Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге Ибраға айлармыз. Бүгінгі тақырыбымыз бөлшек рационал теңдеулерді шешу. Бөлшек рационал теңдеулер дегеніміз айнымалысы бөлшектің бөлімінде кездесетін алымы мен бөлімі көп мүше. Яғни ол рационал өрнек деп айтсақ та болады. Болатын теңдеулер. Ал көп мүше дегеніміз, түсінбей тұрсаңыздар, көп мүше, ол көп мүше бізде полином дегеніміз. Айнымалының натурал дәрежесіндегі мүшелердің қосындысы немесе айырымы. Яғни мен сіздерге қазір көп мүшеге мысалдар келтіріп кететін боламын. Көп мүше не екенін білмей тұрсаңыздар, мысалы көп мүше ол бізде 7 болуы мүмкін, болмаса x куб қосылған 2x болуы мүмкін, немесе x квадрат минус 5 тағы басқалар болады. Енді мен осы теңдеулерге есеп шығарып кетсек. Сонымен біздің бірінші есебіміз. Яғни мына жерде оның есепті шығару үшін ортақ бөлім беру керекпіз. Яғни мынаған x-тан берсек, мынаған x минус 5-тен береміз. Ананың астында бір от, яғни екеуінде де береміз. x көбейтілген x минус 5. Сонда бізде x-ті біреуге өтсек, x азайтылған, яғни өзін жазамыз, x минус 5 тең. Бірді өзі көйтсек, x жақша ішінде x минус 5-ің өзі болады. Енді жақшаны ашып жіберсек, x мына жерінде минус 2-не тиеді, яғни минус x болса, плюс 5 болады. Сонда келесіде тең, x-ті 2 көбейтеміз, мынаған 1. Яғни x квадрат азайтылған 5x. Енді мына жерде барлығын оң жаққа аударсақ. Сонда x квадрат минус 5x. Мына жерде алдында плюс бар, 2 қысарып кетіп, сонда мына жаққа плюс 5-міз, біз оң жаққа барып минус 5 болады. Тең 0. Яғни мына жерде теңдеуді дискриминантпен ашып жіберсек. Дискриминанттың сіздерге формасын түсініп кететін болсам, дискриминант тең бізде b квадрат минус 4ac болады. Яғни бізде b дегеніміз 5 болады, a дегеніміз x-ің алындағы, ал c дегеніміз бізде 5 болады. Енді осы формамен дискриминант тапсақ. b квадрат дегеніміз минус 5, ол квадраттайтын болса 25-ің өзі болады. Азайтылған 4, бізде a-ның алдында ештеңе жоқ, мына жерде a бізде 1, көбейтілген, c бізде минус 5. Яғни 25, мына жерде 2-ні көбейтетін болсақ, 4 көбейту 1, көбейту минус 5, яғни минус 20. Ал мына жерде минус 2 минус болады да плюс болып кетеді. Яғни бізде дискриминант 45. Енді бізде x1 мен x2-ні табатын болсақ. Оның формасы минус болады, азайтылған, қосылған, түбір астында d болады, бөлінген 2a. Енді соларды орнына қойып кететін болсақ, бізде b-мыз минус 5, яғни мына минус 5 минус болады да плюс болып кетеді. Яғни сонда бізде 5 азайтылған, қосылған, түбір астында бізде d қанша? 45. 45 бөлінген 2. Бізде a-мыз 1-ге тең. Яғни, енді осы жерден біз x1 мен x2-ні табатын болсақ, бізде x1-міз сонда 5 қосылған, түбір асты 45 бөлінген 2. Ал x2-міз бізде x2-міз 5 азайтылған түбір астында 45 бөлінген 2. Осымен бірінші есебіміз тәмам. Екінші есеп көрсететін болсақ, яғни бұл есепті пропорциямен шешсек те болады. Яғни x минус 2-ні x минус 3-ке, 4x минус 14-ті 1-ге көбейді. Яғни x минус 2 көбейтілген x минус 3 тең 4x азайтылған 14
көбейтеміз 1-ге. Енді мына жақшаны ашатын болсақ, яғни x-ті 3-ге көбейтсек. 2-ні тоже самай, солай 2-ні x-ға, 2-ні 3-ге көбейтіп шығарсақ. Ассақ. Сонда x квадрат минус 3x. Мына жер минус 2-ні x-ге көбейтсек, минус 2x. Минус 2-ні минус 3-ге көбейтетін болса, бізде плюс 6 шығады. Тең, мынаны 4x минус 14-ті 1-ге көбейтсек, яғни өзі болады. 4x минус 14. Сонда x квадрат минус 5x плюс 6 тең 4x минус 14. Енді мына жақтағылар 4x минус 14-ті сол жаққа өтсетін болсақ. x квадрат минус 5x плюс 6. Мына жақ 4x бізге сол жаққа өтіп минус 4x болады. Мынау минус 14-ін сол жаққа өтіп плюс 14 болады. Яғни x-тен сызып алсақ, міне. Бізде минус 5x пен минус 4x-ті бірін азайтатын болсақ, ол бізде x квадрат минус 9x болады. Ана жақта плюс 6 мен плюс 14-ті қосатын болсақ, плюс 20. Осы жерден біз жауаптарын тапсақ, яғни сіздерге Виет теоремасын үйретіп кететін болсам, екеуінің көбейтіндісі 20 болу керек, екеуінің қосындысы минус 9 болу керек. Яғни 5 пен 4-ті алсам, минус 5 пен минус 4-ті алсам, яғни минус 5 пен минус 4-дің көбейтіндісі 20, минус 5 пен минус 4-дің екеуінің қосындысы минус 9 береді. Мына жақта x. Сонда бізде x1, мына бізде x2 болады. Сонда яғни x азайтылған 5, x азайтылған 4 болады. Сонда бізде жауаптарымыз 5 пен 4 болады. 2-1. Біздің келесі есеп 3 минус 7x бөлінген 2x плюс 4 тең 1,5 азайтылған 3,5 x бөлінген x плюс 2. Яғни осы теңдеуді пропорциямен шешіп кетсек. Яғни 3 минус 7x-ті көбейтеміз x плюс 2-ге. Тең 2x плюс 4-ті көбейтеміз 1,5 азайтылған 3,5 x-ға. Жаңағыдай жақшаны ашатын болса, 3-ті x-ға көбейтеміз, 3-ті 2-ге көбейтеміз. Минус 7x-ті x-ға, минус 7x-ті 2-ге ашсақ, жақшаны ашсақ. Сонда бізде 3x қосылған 6, минус 7x-ті x-ге көбейтетін болсақ, бізде минус 7x квадрат болады. Ал минус 7x-ті көбейтеміз 2-ге. Бізде минус 14x болады. Келесі, тең, яғни осы жақшаны ашып жіберсек, 2x-ті 1,5-ға, 2x-ті минус 5x-ға, 4-ті 1,5-ға, 4-ті минус 3-тен 5x-ға көбейтіп жіберсек. Сонда бізде 2x-ті 1,5-ға көбейтетін болсақ, бізде 3x болады. 2x-ті минус 3-тен 5x-ға көбейтетін болсақ, минус 7x квадрат болады. Ал 4-ті 1,5-ға көбейтетін болсақ, бізде плюс 6 болады. 4-ті минус 3-тен 5x-ға көбейтетін болсақ, минус 14x болады. Енді қараңыздар. Мына оң жақталарына сол жаққа өтсетін болсақ. Яғни 3x қосылған 6 минус 7x квадрат, мынаның өзін жазып алам. Минус 14x. Енді мыналарды сол жаққа өтсем. Минус 3x қосылған 7x квадрат, минус 6 қосылған 14x. Мына жерде енді қысқартып жіберсек, 3x пен 3x кетіп қалады, 6 мен минус 6 кетіп қалады, минус 7x квадрат пен плюс 7x квадрат кетіп қалады, минус 14x пен 14 кетіп қалады. Яғни біздің жауабымыз 0 тең 0. Бұл кезде 0 тең 0 болса,
любой сан болады. Яғни жауабына любой сан r болады. Бірақ біз осының анықталу облысына мән беру керекпіз. Яғни бізде мынау бөлімі 0 болмау керек. Сонда 2x плюс 4 тең емес 0-ге дейді. Сонда бізде 2x тең емес, мына жаққа минус 4, x тең емес 2-ге, минус 2-ге. Мына облыс, анықталу облысына қарау керекпіз. X плюс 2 тең емес 0-ге. Бөлімі 0 болмау керек. Сонда x тең емес минус 2-ге. Яғни минус 2-ден саннан басқа кез келген любой сан жауап болады. Есепке көшетін болсақ, ортақ бөлінен беретін болсақ, яғни мына жерде x, жақсы үшін x минус 4 болып тұр бар. Мына жерде x бар. Яғни мынаған x минус 4 береміз. Ал мынаған x минус 4 болса, яғни мынаған x жетіспей тұр. x-тан береміз. Яғни бізде тең 2 жақсы ішінде x минус 4 қосылған x квадрат плюс 8 тең бізде 6 көбейтілген x. Жақшаны асып жазып алсам 2x минус 8 қосылған x квадрат плюс 8 тең 6x болады. 6x-ті мен теңдіктің сол жағына лақтырсам, сонда бізде x квадрат плюс 2x, мына жерде 8-де жойып кетеді, минус 6x болып көрсе, тең 0. X квадрат минус 4x тең 0 болады. Яғни мына жерден мен x-ті шығарып жіберсем, жақша сыртына x шығарып жіберсем, мына жерде x минус 4 қалады, тең 0. Яғни осы жерден түбір табатын болсам, бірінші түбір бізде 0-ге тең болады, ал екінші түбір бізде 4-ке тең болады. Ал енді ең маңыздысы анықтау облысы. Мына жерде біздің бөліміміз 0-ге тең болмау керек. Яғни мына жерде x тең емес 0, ал мына жерде x минус 4 қой. Осы x минус 4 тең емес 0. Яғни осы жерде x табатын болсам, x тең емес 4 болады. Яғни біздің мына екі жауабымыз 0 мен 4-іміз жоққа келмейді. Сонда бізде жауабымыз жоқ. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.